Сәлем достар, бүгін сіздермен өте дәмді шаймен ішкенге күшті кететін сочниктің рецептімен бөлісетін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен бөлме температурасындағы сары май мен ұнды жақсылап араластырып езіп аламыз, яғни бізде крошка шығу керек. Одан соң қантымызды және де разрыхлителімізді қосып жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды және де бір ас қасық қаймағымызды салып араластырып жұп-жұмсақ етіп қамырымызды илейміз. Егер сіздерде қаймақ болмаса 2 жұмыртқа қоссаңыздар болады, немесе кішкене ғана айран қосып илей берсеңіздер де бола береді. Енді қамырымызды пакетикке салып қоямыз. Осы аралықта салмасын дайындаймыз. Оған творог және қант керек. Екеуін жақсылап араластырамыз, немесе блендерден езіп алсаңыздар да болады. Одан кейін қамырымызды басып және де оқтаумен жайып аламыз. Одан кейін дөңгелек формамызды алып, менде термостың қақпағы, сонымен дөңгелек етіп басып шығамыз. Осылай дайындап алғаннан кейін шетіндегі қамырымызды тағы да бір илеп қоямыз. Бұл да келесі сочниктерге керек болады. Одан кейін осы дөңгелек формамызды алып, сәл ғана сопақша етіп оқтаумен жайып аламыз және де ішінен салмасын салып, осылай видеодағыдай үстінен жай ғана басамыз. Қалған сочниктердің барлығын солай жасап шығамыз. Осы аралықта біздің духовкамыз қызып тұрған болуы қажет. Барлығын жасап болғаннан кейін противенге ешқандай да майламаймыз. Осылай орналастырып шығамыз. Қызып тұрған пеште шамамен 20-25 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді песочный болып шығады. Дәмі творожный пирогқа ұқсайды. Шаймен ішкенге күшті кетеді. Ал шайларыңыз тәтті болсын.